Біздің қызметтің негізгі мақсаты бұл HR процестерді қалыптастыру және корпоративтік мәдениетті дамыту болып келеді. Біз компанияға және қызметкерлерге ыңғайлы жағдай жасауға жұмыс атқарып жатырмыз. Жалпы HR бұл тек қана іріктеу, жұмысқа қабылдау ғана емес, сонымен қатар басқа да көптеген шаралар өткізіліп жатыр. Алдымен мемлекет басшысының жаһандық интеллект бойынша берген тапсырмасы аясында ең бірінші өзінің орысша тілінде айтқан инициативасын бастаған біздің қызмет, яғни колл орталығымызда жаһандық интеллектін енгізу бойынша. Тағы да атап өткім келетіні бұл үлкен істердің бірі бұл халықаралық қатынастарды қалыптастыру болып келеді. Елімізде орналасқан көптеген елшілікпен жылдың басында байланыс орнатып, жаз айында біздің қызметкерлерден құралған команданы қарсы алушылардың қаражаты есебінен сапарға жіберген болатынбыз. Енді келесі біздің қадамымыз, егер бір жоспарымыз орындалса, бұл біздің қызметкерлерді баспанамен қамтамасыз ету.